Тоқташ, егер детектив жанрын жаның сүйетін болса, дәл қазір Netflixте жарып жатқан мына сериалды точно қарауың керек. Бұл сериал детектив жанрына алып келген жаңа дем десе болады. Мен өзім бір-ақ күнде көріп тастадым. Сюжеті былай: бір шағын қалашықта жұмбақ бір кісі өлімі орын алады. Оқиғаның ортасында екі адам. Бірі осы істі зерттеуге келген детектив, екіншісі осы оқиғаны жарыққа шығарғысы келіп жүрген журналист әйел. Бірақ қызық қайда, білесіңдер ме? Осы екеуі бұрынғы ерлі зайыптылар. Екеуінің де өткен өмірінде жасырған құпиялары жетеді. Және әр серия сайын күдік бір адамнан бір адамға ауысып отырады. Басты рөлдерде харизмасы тасып тұрған актерлар, арасындағы химиялары сұмдық енді. Сериалдың қалай түсірілгені, цветокоррекциясы, бір жұмбақ ауыл атмосферасы сені бірден баурап алады. Кім өтірік айтып жатыр, кім шын айтып жатыр, соңғы секундқа дейін басын қатады. Қысқасы, осы демалыста көретін бір мини сериал іздесең, дәл осы. Сериалдың аты «Его или ее». Көрген болсаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Шынымен де соңына дейін кім деп ойладыңыздар? Ал көрмегендер сақтап алыңдар.